Hi guys, it's me again. Welcome to my channel. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Каналыма қош келдіңіздер. Алдыңғы сабақта де әріпін өткен болатынбыз. Ендеше бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Сабағымызды бастайық. Are you ready? Дайынсыздар ма? 1, 2, 3, let's go. In this lesson, I'm gonna talk about the letter E. E is the fifth letter in the alphabet. A, B, C, D, E. Бүгінгі сабақта біз оқушылар E әріпі туралы өтетін боламыз. E әріпі ағылшын алфавитіндегі 5-ші әріп. Қане, бәріміз бірге айтайықшы. A, B, C, D, E. Fantastic. Good job. This is a capital E. Бұл E әрпінің бас әрпі. And this is a lowercase E. Және бұл E әрпінің кішкентай әрпі. E makes the sound like elephant or egg or envelope or elbow. Let me see your elbows. E әріпі деген дыбыс шығарады. Мысалы, elephant, egg, and envelope, and elbow. Let me see your elbows. Қане, шынтақтарыңызды көрсетіңіздерші. Yes, fantastic. Great job. Can you find the words that match this picture? Қазір мына суретке сәйкес келетін сөзді тауып көріңізші. Ant? No. That's not an ant. Or cat? It's not a cat either. It must be egg. Yeah, egg starts with the letter E. Яғни біздің and, cat деген сөзіміз E әрпінен бастап тұрған жоқ. Бұл суретке сәйкес келмейді. Яғни бұл суретке сәйкес келетіні egg. Fantastic. Керемет. Thumbs up. Бас бармақтарыңызды көтеріңіздер. Қане, fantastic. Керемет деген сөзді бәріміз бірге айтайық. 1, 2, 3. Fantastic. Fantastic. Yeah. Fantastic. Great job. And now let's read. Қане оқимыз. Мен оқимын, оқушылар. Тілдеріңізді жаттықтырып, менің айтқанымды қайталап отырыңыздар. Okay? A hen. Hen дегеніміз тауық. That is a hen. That ол тауық. The hen is red. The hen тауық is red. Қандай? Қызыл. That is a red hen. That қызыл тауық. Okay, great job. A jet. Ұшақ. The jet is red. Ұшақ is red. Қызыл. The red jet. Қызыл ұшақ. Ted has a red jet. Ted'дің has бар. Несі бар? A red jet. Қызыл ұшағы бар.
Now it's review time. Let's review. Қане қайталайық. What letter is this? Бұл қандай әріп? Yes. E. Now repeat after me. Egg. Egg says What's the beginning sound? Қандай дыбыстан бастап тұр? Яғни и әріпіміз болып дыбысталады, оқылады. Және үйлеріңізден мынадай етіп и әріпінен келетін суреттерді салып, жабыстырып қоюға болады. Яғни естеріңізде қалу үшін. Окей. Үй жұмысына ала қойыңыздар, оқушылар. Үй жұмысына дәптерлеріңізге и әріпі е болып дыбысталады, е болып оқылады деп жазып алыңыздар, және осы сабақта қолданылған жаңа сөздерді жаттап аламыз. Окей, келесі сабақта көріскенше менімен бірге и әріпін үйренгендеріңізге рахмет. Бай.